Сәлеметсіңдер ме? Сәлеметсіңдер ме? Сәлеметсіңдер ме? Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қайырлы кеш баршаңа. Дауысым естіліп тұр ма? Жақсы. Дауысым естіліп тұрған болса, қазір сабақты бастаймыз. Оқушылар кіріп үлгерсін. Қазір тек 23 оқушы отыр. Оқысын. Қазір. Жақсы, қазір сабағымызды бастаймыз оқушылар.
Мен мына жерден байқап жатырмын, оқушылар кіріп және шығып жатыр. Олай жасамаймыз. Білесіңдер, сабағымыз әдеттегідей маңызды. Бүгін біз ютубта өтеміз. Енді сабақты оқушыларға қайталап көру қажет. Біз үнемі митте өте алмаймыз. Митте өткенді мен қайтадан түсіруім қажет болады алдағы уақытта. Ютубта енді трансляция сақталады. Тәйкіс оқушылар, сабақты бастамай тұрып мен сендерге сұрақ қояйын. Алдыңғы тақырып бойынша барлығы түсінікті ме сендерге? Бүгін біз зар заман ақындарын өтеміз. Алдыңғы тақырып бізде жыраулар поэзиясы болған. Олардың ортасында әлі шешендік өнер бар. Шешендік өнер келесі тақырып өтетін боламыз бұйырса. Платформаға осы жексенбі, бұйырса жексенбіге дейін саламын жырауларды. Иә, бүгін де кітаппен жұмыс жасаймыз міндетті түрде. Міне 37 оқушы кірді. Жақсы оқушылар, барлығымыз кірген болсақ, сабақты бастай берейік. Кітапты қазір алдыңғы тақырып бойынша жыраулар поэзиясы түсінікті дейді. Жақсы, барлығы түсінікті болған болса, біз келесі тақырыпты меңгеруге дайынбыз деген сөз. Зар заман ақындары бүгінгі тақырыбымыз. Жалпы зар заман ақындарының ішінде бізге үлкен спецификация өзгерді ма деп сұрақ қойған екен. Спецификация өзгерген жоқ. Жай ғана ішіндегі кейбір тақырыптарды алып тастаған болды. Шетел әдебиетінен бір-екі тақырыпты алып тастаған, жалпы спецификация сол спецификация болып тұр. Так, оқушылар, мен қазір 33 оқушының кіріп отырғанын көріп тұрмын. Иә, сабақтың соңына дейін осы 33 оқушының кіріп отырған көрса. Себебі сабақтың білесіңдер қаншалықты маңызды екен. Жақсы. Иә, кітаппен жұмыс істеу ютубпен өтсеңдер ыңғайсыздау болады енді. Бірақ екінші телефон алып аламыз. Бізде Zoom қазір бос емес. Zoom'да тағы сабақ өтіліп жатыр. Zoom'мен өтейік десек, ютубпен өтеміз. Екінші телефон алып алыңдар. Және егер екінші телефон мүмкін болмаған жағдайда мұқият тыңдайық. Мен барлығын түсіндіріп беремін. Жақсы? Жақсы. Кеттік, олай болса сабақты бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырып зар заман ақындары. Зар заман ақындарының бізге үлкен 3 кімі берілген, тұлғасы берілген. Және олардың ішіндегі ең алғашқысы ол кім? Дулат Бабатайұлы, одан кейін Шортанбай Қанайұлы, ал одан кейін кім? Мұрат Мөңкеұлы берілген екен. Дулат Бабатайұлы бізде 5-ші сыныпта берілген. 5-ші сынып Атамұра баспасын ашсаңдар, 5-ші сынып Атамұра баспасының 64-ші бетінде бізде о ақтан жас толғау берілген. Жалпы Дулат Бабатайұлының өзінің жеке басына келсек, 1802 жылы Шығыс Қазақстан облысының Аягөз ауданында дүниеге келген. Осы зар заман ақындарының бір қызық жері бар. Яғни Дулат Бабатайұлы Шығыс Қазақстан дүниеге келсе, Шортанбай Қанайұлы оңтүстік Қазақстанда, ал бізде Мұрат Мөңкеұлы Батыс Қазақстанда. Яғни шығыста, оңтүстікте, батыстан осындай 3 үлкен тұлғамыз алынған екен. Біз өткенде жыраулар поэзиясын оқығанда байқадық, көбісі Батыс Қазақстанда дүниеге келген еді. Ал зар заман ақындарда олай емес екен. Зар заман ақындарында шығыстан да, батыстан да, оңтүстіктен де кімдер бар екен? Тұлғалары бар екен. Так, 5-ші сынып Атамұра баспасы 69-ші бет. 64-ші бет. Оқушылар, платформаға видео сабақ қашан салынады деп сұрап жатырсыңдар. Біз өткен жолы сабақты оқушыларға ыңғайсыз болғандықтан Meet платформасында өттік. Meet платформасында өтілгендіктен ол жерде видео запись жасалынбайды Meet'те. Сол себепті біз ол жерде видео сабақ әлі салған жоқпыз. Сен бүгін бұйырса маған қайта түсіру керек, сөйтіп барып саламын. Ертең ғой енді сенбі деген. Жақсы. Барлығымыз ашып алдық па кітапты? 6-ші сынып, 5-ші сынып Атамұра баспасы 64-ші бет. О ақтан жас толғау берілген. Әрқайсысының толғауы бар зар заман ақындарының. Бірінікі жетім баланың тағдырына уайымдап болашақ ұрпаққа үлкен сенім артса, екіншісі сол кездегі қоғамның мәселелерін, ал үшіншісі қоныстың мәселелерін үлкен дау етіп, мәселе етіп, не істейді? Көтереді. Жақсы, ашып алған болсақ, мұқият тыңдайық. Бізге Дулат Бабатайұлының өмірбаяны жеке жұмысқа беріледі.
Жақсы, өте көп те берілмеген 5 сыныптың тақырыбы болғандықтан жеке жұмыста Дулат Бабатайұлының өмірбаянына бір қарап шығамыз. Ал енді мен ақтан жас толғауына келдім. Тыңдайық. О ақтан жас, сен де жетер ме екенсің? Жетімдіктің белінен асып өтер ме екенсің? Жарық сәуле көре алмай, ел шаңына ер алмай, сол бойы кетер ме екенсің? Яғни бұл туындының ерекшелігін байқап тұрсыңдар ма? Ерекшелігі қандай? Бірден айтайық. Чатқа жазыңдар. Ерекшелігі, тілдік ерекшелігі. Риторикалық сұрақ, дұрыс. Екенсің сөзі арқылы жасалған риторикалық сұрақ. Біз бұған дейін оны Қазтуған жыраудың Қазтуған деп Доспанбеттің айналайын ақжайығында көрдік. Анау Ақтанбердінің күлдір күснетімінде көрдік. Тура сол сияқты Дулат Бабатайұлының ақтан жасындағы ерекшелік ол бізде риторикалық сұрақ екенсің сөзі арқылы жасалған. Осы нәрсені есте сақтап қалайық. Енді о ақтан жас дегенде жай қайталау тұр. Жай қайталауды барлығымыз білеміз ғой, белгілі бір тармақта бір сөздің бір немесе екі немесе үш рет екпін салынып қайталануы, жай қайталау. О ақтан жас дегенде ақтан жас тіркесінің екі рет қайталануы бізде жай қайталау болады. Енді сен де жетер мекенсің, жетімдіктің белінен асып өтер мекенсің деп алғашқы 4 тармақта автор ақтан жастың өміріне не жасайды? Үміт етеді, сенім артады. Жетімдіктің белінен асып өтер мекенсің деп алаңдайды. Енді кейінгі тармақтарын қарайық. Себебі бұның әрбір тармағында үлкен мағына бар. Алғашқы тармақтарында сенім артса, екінші шумақта жарық сәуле көре алмай, ел шаңына ере алмай, сол бойы кетер мекенсің. Жапанға біткен жапырақ жамылсаң тоңар мекенсің. Жазғы шыққан бүлдірген сұғынсаң тояр мекенсің деп оның тағдырына алаңдайды. Яғни жарық сәуле көре алмай қаласың ба, сол бойы кетіп қаласың ба, жапырақ жамылып тоңып жүресің ба, бүлдірген жеймін деп сұғынып тоймай солай аш өтерсің бе деп оның тағдырынан алаңдайды. Бірінші не істеді? Кішкене үміт артты, одан кейін не істеді? Алаңдады. Осы нәрселерді жазып аламыз. Әрқайсысын үміт артты дегенде осы тармақтармен, алаңдады дегенде осы тармақтармен деп тіпті өлеңнің, туындының, толғаудың өзінен не жасап үзінді келтіріп отырып жазып аламыз міндетті түрде. Жақсы, мен ары қарай жалғастырамын. Енді келесі шумақта енді бұл кісі не жасайды? Оның тағдырына сенім артады. Яғни ақтан жастың, жетім баланың, ақтан жас деген жетім бала, сол жетім баланың тағдырына не жасайды? Сенім артады. Бадана көз 9 тор сауыт киер мекенсің. Білтелеріне тұтатып, түтінін үзбей оғатып, жауға ұшырар мекенсің. Тұлпар атты жаратып, құйрық жалын таратып, бежін ерді ерлетіп, жорыққа жортып, терілетіп, сырты қырлы жүз алмас, салғандағы жоғалмас сапа сынар мекенсің деп оның батыр болатынына не жасайды? Сенім жасайды. Сенім артады. Енді осы жердегі сауыт, одан кейін білтелі және де сапы деген қару-жарақ аттарын жазып аламыз. Жарай ма? Білтелі, сапы, одан кейін сауыт, қару-жарақ аттар. Себебі 2020 жылы жаңағы Ақтанбердінің ақжайығындағы сауыт нелері қару-жарақ аттары сұралған. Дәл сол секілді бізде ол қайталануы мүмкін. Спецификация бойынша дәл осы нәрселер сұралып келе жатыр. Енді одан кейін оның батыр болуына сенім артқан кім? Дулат Бабатайұлы. Оның тағдырына алаңдаған кім? Дулат Бабатайұлы. Оның тағдырынан үміт еткен кім? Тағы да Дулат Бабатайұлы. Ерекшелігі қандай екен? Ерекшелігі риторикалық сұрақ екенсің сөзі арқылы. Және де ақтан жас деген секілді қайталау, жай қайталау көркемдеуіш құралы, жапанға, жамылсаң, жазғы деген жердегі аллитерация секілді көркемдеуіш құралдар тұр. Енді арғы жағын тыңдайық. Бұл оның бірінші батыр болуына не істеді? Сенім артты. Екінші не болуына сенім артады? Босағасын борлатқан, керегесін торлатқан, тегеріші манаттан жібектен ызып баутаққан үйге кірер мекенсің деп оның бай болуынан, оның дәулетті болуынан не жасайды? Сенім жасайды. Дәулетті болуына, бай болуына. Бірінші батыр болуына, екіншісі бай болуына. Және үшіншісі тең құрбыңмен теңеліп, шаруа жиып, кенеліп, бала сүйіп, мал жиып, керсеніңе бал құйып, өмірде сүрер мекенсің деп оның жұпты, яғни өзінің жұбын табар мекенсің деп оның жұп табуына, үйленуіне, үйлі болуына, бір әулет болуына не жасайды? Сенім жасайды. Кім? Дулат Бабатайұлы. Батыр болуына, бай болуына және отбасын құруына, балалы болуына, мал жиюына. Енді ең соңында, яғни бірінші не істеді? Оның тағдырына үміт етті, екінші алаңдады, үшінші сенім білдірді. Ең соңында не айтады? Ең соңында
қайрау сөздер айтады. Жетімдіктен өтерсің, шаң бермей әлі кетерсің, қажыма, ақтан қажыма, жетерсің, әлі жетерсің деп ең соңында жігер береді жетім балаға. Екінші шумақта оның тағдырына алаңдады. Екінші шумақта оның тағдырына алаңдады. Бірінші шумақта үміт етті, және одан кейінгі шумақтарда не істеді? Оның тағдырына сенім артты. Батыр боласың, бай боласың, үйленіп үйлі боласың деп, балалы боласың деп сенім артты. Ең соңында жетерсің, ақтан қажыма, жетерсің, әлі жетерсің деп не айтты? Жігер сөздерін айтты, жігер беретін. Жалпы туындының идеясы жетім баланың тағдырына уайымдап, оның болашағына сенім артуы, және дәл осы жетім баланың образында бізде болашақ ұрпаққа да үлкен сенім артады Дулат Бабатайұлы. Болашақ ұрпақтың да тағдырына алаңдайды. Болашақ ұрпақтың да тағдырына үміт артады екен. Осы ғана бізде Дулат Бабатайұлының туындысы, қысқа, оған есесіне Шортанбай Қанайұлы мен Мұрат Мөңкеұлы ұзақтау. Дулат Бабатайұлының «О ақтан жас, ақтан жас» толғауы түсінікті ме? Бізге берілген үзіндісі осы ғана, өзі кішкентай ғана туынды. Аружан түсінікті дейді Қаратаева. Аружан Қаратаева. Үміт артты, алаңдады. Батыр болуына, бай болуына, әулет болуына сенім артты, 4 жігер берді. Қарлығаш жарайсың. Жақсы, барлығы түсінікті болған болса, мен келесі зар заман адамын ашамын. Зар заман тұлғаларын. Ол бізде Шортанбай Қанайұлы. Шортанбай Қанайұлы бізде 7-ші сыныптың мектеп баспасында берілген. 7-ші сыныптың мектеп баспасын ашайық. 7-ші сынып мектеп баспасы. Шортанбай Қанайұлы бізде 40-ші бетте берілген. Жақсы, оқушылар, мұқият тыңдайық. Шортанбай Қанайұлы 1818 жылы Түркістан облысы Қаратау бойында дүниеге келген. Жаңа біз Дулат Бабатайұлын 1802 жылы дүниеге келтірдік. Мұрат Мөңкеұлы 1843 жылы дүниеге келген. Енді осы зардаман ақындарының ең үлкен, оларды біріктіріп тұратын нәрсе, олардың бір дәуірде өмір сүруі. Осы нәрсені жазып аламыз. Зардаман ақындар қай ғасырда өмір сүрген екен? 19 ғасырда. Яғни патша өкіметі қазақ жеріне діндеп кіріп, толықтай басып алған уақытта бұлар өмір сүрген екен. Патша үкіметінің қорлығы мен зорлығы өте қатты өтіп кетіп, қоғамның сондай бір төмен, нашар халге түскен кезінде бұлар не етті? Халықтың мұңын, мұқтаждығын, қоныс мәселелерін, одан кейін қоғам мәселелерін жоғарыға көтергендіктен және өздерінің замандығын зар заман деп атағандықтан бұлар зар заман ақындары деп аталды. Жалпы бұларды зар заман деп атаған Мұхтар Әуезов зар заман ақындары деген бір үлкен мектеп бар. Соның ішіндегі ең үлкен бізге тұлғалар берілген. Дулат Бабатайұлы оның бірі, екіншісі Шортанбай Қанайұлы, үшіншісі Мұрат Мөңкеұлы бізге берілгендер. Енді Шортанбай Қанайұлының толғауы бізге жеткен, ол зар заман толғауы. Зар заман толғауы бізде 7-ші сынып мектеп баспасы 41-ші бетте берілген. Осы мектеп баспасынан бізде өте көп сұрақтар келеді. Әдетте байқалады. Сондықтан жаңа уақыттан жасақтан жасты біз Атамұра баспасынан талдадық, себебі ол жақта толығырақ берілген. Ал мына мектеп баспасындағы Шортанбай Қанайұлының зар заманы бізде түсінікті және қажетті жерлері берілген екен, бірақ бұны біз қалған баспалардан толықтыруымыз міндетті. Жақсы, Мұхтар Әуезов, оларды атаған зар заман ақындары деп. Мұхтар Әуезов. Жақсы, барлығымыз Шортанбайға келіп алдық па? Кітабын ашып алдық па?
Жақсы. Ашып алған болсақ, ары қарай жалғастырамыз. Мұқият тыңдайық. Мына заман қай заман? Азулыға бар заман, азусызға тар заман. Тарлығының белгісі жақсы жаннан түңілген, жаман малдан түңілген, мұның өзі зар заман деп басталады. Енді қараңдар. Мына заман қай заман дейді де, азулыға бар заман, азусызға тар заман деп, мынау эпифора көркемдеуіш құралы арқылы басталады туынды. Енді заманды сипаттайды, бірден қараңдар, заманды сипаттайды. Азулыға бар, яғни мынау азулы мықты күшті деген мағынада берілген, астында тұр, яғни азулы мықты, күшті, бай, шонжар үшін бұлар бар, жақсы заман. Ал азусызға, яғни кедей үшін, әлсіз үшін бұл тар заман. Енді тарлығының белгісі дейді. Енді осы тарлығының белгісі, зарлығының белгісі, жарлығының белгісі, жамандығының белгісі деген белгілер ұбт-да сұралады. Әрқайсысын ажыратып жазамыз. Мұқият тыңдаңдар. Тарлығының белгісі жақсы жаннан түңілген, жаман малдан түңілген. Осы тарлығының белгісі деп осы екі тармақты жазамыз міндетті түрде және жаттаймыз оны. Тарлығының белгісі жақсы жаннан түңілген, жаман малдан түңілген. Енді зарлығының белгісі бұл бөлек. Бір-бірлерін күндеген, жай-жайына жүрмеген, мұның өзі тар заман дейді. Яғни зарлығының белгісі бір-бірлерін күндеген, жай-жайына жүрмеген. Бұл зарлығының белгісі. 19 ғасырда оқушылар нешінші ғасырда деп сұраған екен чатта. 19 ғасырда. Сонымен мұқият тыңдайық. Бұл зарлығының белгісі болған болса, тарлығының белгісі айтылды және тарлығының белгісі деп тағы да айтылады. Тағы да айтылады. Осыған мұқият тыңдайық. Тарлығының белгісі деп тағы да айтады. Себебі ана плюс деп жазасыңдар енді тағы да. Мұсылманнан хал кетті. Тәңірім болғай деместен, анты жұқпас бойына, әріне түсер ойына, жалмауыз болды үлкенің, қазақ сенің сорыңа дейді. Яғни осы жердегі мағына ол мұсылман адамдардың несі кетті, иманы кетті, хал кетті деген осы. Жаңа мағынасы иманы кетті, алла тағалаға бағынбай, ант берсе орындамай, үлкендер жалмауыз болды. Солай қазақтың соры басына келді деп тарлығының белгісі деп айтылады. Заманның несі? Бейнесі. Жақсы, біз осыған дейін тарлығының белгісін екі рет айттық. Жақсы жаннан түңілген, жаман малдан түңілген. Мұсылманнан хал кетті, тәңірім болғай деместен, анты жұқпас бойына деп. Бұл тарлығының белгісі. Енді зарлығының белгісі бізде бір-бірлерін күндеген, жай-жайына жүрмеген деп келген. Жақсы, осын жазып аламыз. Міндетті түрде. Енді ары қарай тыңдайық. Арқадан дәурен кеткен соң, қуғындап орыс жеткен соң, тіпті амал жоқ қазақтар енді сенің торыңа. Орыс бүркіт біз түлкі, аламын деп талпынды. Орыстан қорлық көрген соң отырып билер алқынды деп келеді. Осы жерде дәл 18 ғасырдағы қазақ қоғамына келген орыстардан болған зорлықты әдемі жеткізеді. Тарихи оқиға ретінде. Яғни орыстың баса көктеп кіргенін, бекіністер салғанын, қазақтың басына әр түрлі қанаудың түрлерін кигізгенін бізге жеткізген кім? Шортанбай Қанайұлы. Орыс бүркіт біз түлкі деген қандай көркемдеуіш құрал болады? Чатқа жазып кетейік. Орыс бүркіт біз түлкі деген қандай көркемдеуіш құрал болады екен? Метафора дейді. Қарлығаш жарайсың. Метафора. Ансара. Ділнәр дұрыс жауап берді. Нұрыз дейді. Дұрыс метафора. Ауыстыру деп қазақшасында жазды. Жарайсыңдар. Метафора. Енді орысты бүркітке, бізді өзімізді қазақты түлкіге теңеген кім екен? Ұқсатқан балаған бізде Шортанбай Қанайұлы екен. Шортанбай Қанайұлы. Оны да жазып аламыз. Себебі ұбт-да сұрала қояды. Бұл жай ғана қара сөз ретінде сұрауы мүмкін. Орысты бүркітке, бізді түлкіге теңеген кім дейді де, сосын ана жақта Шортанбай Қанайұлын, ана жақта Абайды, ана жақта Шоқанды, ана жақта тағы Төлеген Айбергеновті қойып қойса, олардың әрқайсының туындыларынан біз мынандай ерекшеліктерді, кішкентай детальдерді байқап отырмасақ, бізді әбден шатастыруы мүмкін. Жақсы, енді ары қарай тыңдайық. Патша жұртын қанады, байлар жөргем санады. Осы жерде жөргем деген сөздің мағынасы пайда, олжа деген нәрсені береді. Байлар пайда, олжа санап жүр. Патша жұртын қанап жүр. Жарлының жаны берік екен, мал үшін 12 ай қой бағып, жалғыз тоқты алады дейді. Осы нәрсені жазып алайық. Тоқты деген бізде қой, қойды жаңағыдай 6 айдан асқан кепеден үлкен төл деп келеді тоқты. Осы жердегі дүниеге мән берейікші. Қазір тоқты мысалға шамамен ақшамен алғанда қанша теңге тұрады?
бәлкім 50.000 теңгеге дейін тұрады, иә, 50.000 теңгеге дейін, жаңағы қойдың 6 айдан үлкені. Сонда сол уақыттағы жарлылар, яғни кедейлер 12 ай қой бағып, сонда 50.000 теңге ғана алған екен. Көздеріңе жай ғана елестетіп көріңдер, халықтың материалдық жағдайы қандай кішкентай екен, жаман екен. Осы нәрсені жазып алайық. 19 ғасырдағы халықтың материалдық жағдайының өте нашар болған жеткізген кім екен? Шортанбай Қанайұлы өзінің Зар-заман толғауында жарлының жаны берік екен, мал үшін 12 ай қой бағып жалғыз тоқта алады деген тармақтармен. ұбт-да осылай ғана сұрай қалуы мүмкін. Текст. Оқушылар, ары қарай жалғастырамыз, жазып отырамыз міндетті түрде. Бір көзіміз слайдта, бір көзіміз мынау кітапта, бір қолымыз чатта жазып жатса, бір қолымыз дәптерге жазып ату керек. Сабақ солай болса ғана берекелі болмақ. Ары қарай кетейін десе алдытар, тұрайын десе кәпір бар. Қайсы бірін айтайын, қазақтың ұлы қамалды, қамалмай енді неғып тұр, тәубесінен қазақ жаңылды. Тұс-тұсынан жау шығып, дұшпанға жаман табынды дейді. Енді осы жердегі дүниеге мән берейік. Кетейін десе алдытар, тұрайын десе кәпір бар. Кәпір деп кімді айтып тұр? Орыстарды айтып тұр. Тұрайын десе орыс маза бермейді. Шұрайлы жердің барлығын тартып алған. Басына салық салып жатыр. Билетін төстедім екен деп. Және қазақтың ұлы қамалды дейді. Осы нәрсені жазып аламыз. Қазақтың ұлы қамалғанын, жағдайының мүшкіл екенін жеткізген туынды Шортанбай Қанайұлының Зар-заман толғауы. Одан кейін тәубесінен қазақ жаңылды дегенді жазып аламыз. Енді осы жерде Шортанбай Қанайұлы мынау қазақтың қамалуының, осындай нашар халге түсуінің себебі тәубесінен жаңылуы, яғни алласын ұмытуы деп, себебін сол деп айтқан екен. Жақсы, осы нәрсеге мұқият тыңдап берік болайық. Ары қарай, дұшпанға жаман табынды, көдесі қалың арқаңыз ақ шөбін қимай бағынды дейді. Осы жерде арқа, жер су атауы бізде жиі кездеседі. Осы арқаны жазып алыңдар. Ары қарай, енді бағынғанның белгісі деп бағынғанның белгісін бөлек жазамыз. Біз жаңа тарлығының белгісін жаздық, одан кейін зарлығының белгісін жаздық. Енді бізде бағынғанның белгісі бөлек. Бағынғанның белгісі тыңдайық. Билік кетті басыңнан, қорлық көрдің жасыңнан, ұл қызыңнан үміт кетті, айырылдың құда досыңнан. Мұнан қатты не болсын, өмір менен осыдан дейді. Яғни биліктің кетуі, ұл қызыңнан үміттің кетуі, құда досыңнан айырылуың, осының барлығы анау орысқа бағынғаныңның белгісі дейді. Патша үкіметіне бағынғаныңның белгісі. Тәкс оқушылар, осы жерге дейін түсінікті болды ма? Қандай мәселелер көтеріліп жатқаны, қай уақытта айтылып жатқаны, кім айтылып жатқаны, не себепті айтылып жатқаны, қазақтың халі қандай екендігі, кім қорлық жасап жатқаны. Иә дейді. Жақсы. Сол иә түсінікті деп отырған оқушылардың саны тек 20 ғана болды қазір. 20 ғана. ютубта сабақ өткеннің ең үлкен минусы осы енді. Кеше біз митте өткен кезде 38 оқушы толық отырды сабақта. Басынан соңына дейін 38 оқушы толық отырды митте. Ал енді мен ютубтаға отырған кезде осылай менің мүлде сабаққа деген пейілімді алып қояды. Жақсы. Ары қарай тыңдайық оқушылар. Бұл жерге дейін түсінікті болған болса, енді азы қалды. Бұл түсінікті болғаннан бұл дүниеде не деп айтайын? Көңілінде бар адам бір пара жанды мал, бір пара жанды малсыз қып, бір пара жанды залым қып, бір пара жанды ғалым қып, бір пара жанды дінді қып, бір пара жанды дінсіз қып, шеріне үшін жанды жаратты
дейді. Енді осы жердегі үлкен философиялық ой бар. Алла тағала барлық адамдарды малды малсыз, ғалым залым, дінді дінсіз етіп алдан жер бетіндегі сынақ үшін жаратты деген ойды айтатын кім? Шортанбай Қанайұлы екен. Мынау бізде синтаксистік параллелизм, яғни синтаксистік егіздеу көркемдеуші құралы болады. Жақсы. Ары қарай. Мал бермеймін дегеннің үстіне шекпен кигізіп, иініне қоржын ілгізіп, ақ таяғын ат қылып, айуаннан жат қылып, елден тамақ сұратты дейді. Осы нәрсені жазып аламыз. Мал бермеймін дегеннің деген не мағына береді? Бұл бізде сол кезде ең алғаш қазақ жеріне нелер салынды? Салықтар салынды қарапайым халыққа. Сол қарапайым халыққа салық салынған кезде сол салықты бермеймін деген адамдарды не істеді? Қатты жазалады, ақ таяғын ат қылды, айуаннан жат қылды, арқасына дорбасын асты, елден қайыр сұратып, жағдайын мүлде нашар қылды дейді. Яғни осы жерде қазақ баласына салықтың өте қатты ауыр тигенін айтқан кім? Тағы да Шортанбай Қанайұлы екен. Осы нәрсені жазып алайық. Ертең сендерден тармақпен сұралады, мысалға, мал бермеймін дегеннің үстіне шекпен кигізіп, иініне қоржын ілгізіп, ақ таяғын ат қылып, айуаннан жат қылып, елден тамақ сұратты деген тармақтарда Шортанбай Қанайұлы қандай мәселені көтерген десе, не болмаса бұл мәселені көтерген кім деген сұрақтар болатын болса, біздің шатаспауымыз қажет. Енді мұқият қарайық. Зар заманның аяғы, заманның кетті баяғы, ықылас ниет қалмады, үлкенге билік салмады, жарлының жалғыз сүйеніш мал болыпты таяғы. Айырылмай тұғын дерт болды, кедейге қылған қорлығың дегенге дейін бір таяқ не істейміз, талдаймыз. Қараңдар, заманның кеткен, ықылас ниет адамдарда қалмаған, үлкенге билік салмаған. Бұны жеке-жеке жазамыз. Ықылас ниет қалмаған, үлкенге билік салмаған. Және жарлының жалғыз сүйеніші мынау таяғы дейді. Малы да, сүйеніші де, жалғызы да осы таяғы болған. Себебі мынау халықтың материалдық жағдайы өте қандай нашар. Сол жаңа байлардың пайда санап, патшаның қанап, салықтың төбеден төніп тұрғандығының себебінен мынау жарлы жыл 12 ай жұмыс істеп жалғыз тоқталып жүр. Сонымен айырылмай тұғын дерт болды, кедейге қылған қорлығың, кәпірді көрдің. Осын жазып аламыз, айтпақшы. Кешірім сұраймын. Айырылмай тұғын дерт болды, кедейге қылған қорлығың дегенде. Яғни қазақтың сол кездегі бойындағы айырылмайтын дерті қандай? Кедейге қорлық жасау. Кедейге қорлық жасау қазақ ұлтының 19 ғасырдағы Шортанбай айтып кеткен несі екен? Айырылмайтын бойындағы дерті екен. Енді ең соңғы тармақтар бізде ұбт-да сұралады, өте жиі сұралады. Мұқият тыңдайық. Кәпірді көрдің піріңдей, тілмәшті көрдің жеңгеңдей, дуанды көрдің үйіңдей, абақты тұр қасыңда қазылған қара көріңдей дейді. Осы жердегі мәселеге не істейміз? Өте үлкен мән береміз. Кәпірді көрдің кімдей? Піріңдей. Теңеу, иә? Тілмәшті көрдің жеңгеңдей, дуанды көрдің үйіңдей, абақты тұр қасыңда қазылған қара көріңдей дейді. Осының әрқайсысының теңеуін не істейміз? Жаттаймыз. Кәпірді неге піріңдей көрдің? Себебі оған тағынып кете жаздадың. Тілмәш неге жеңгеңдей? Бізде қазақ ұлтында жеңге деген кім? Жеңге ол бізде мынау осы қыз бен жігіт танысар кезде, үйленер кезде екі ортада болатын адам. Иә, екеуінің арасын жарастыратын адам. Дәл осы жерде тілмәш оның орнында қазақ пен орыстың шенеунігін жарастыратын адам. Түсінікті ғой? Сол жеңгең сияқты дейді. Тілмәш арқылы орыстың шенеунігімен, орыстың басшысымен жарасып, көңіліңді қосып жүрсің дейді, былайша айтқанда. Дуанды көрдің үйіңдей дейді. Дуан деген не бұл жерде? Дуан дегеніміз бұл жерде әкімшілік аумақтық бірлестіктің бекініс негізі. Иә, былайша айтқанда бір жерді басқаратын біздің әкімшілігіміз сияқты ғой. Сол сенің үйің секілді, және абақтың қара көрің секілді дейді. Яғни абақты осы кезде ең алғаш пайда бола бастаған кездер екен қазақтың барлық жерінде. Дауысым естіліп тұр ма, қыздар? Оқушылар,
естіліп тұрған болса, ең соңындағы тармақтарды есте ұстап қалайық. Оқушылар, мынау кәпірді көрдің піріңдей. Кәпірге пірің секілді табынып кеттің. Тілмәшті көрдің жеңгеңдей. Жеңгең секілді сенің тілмәш сені мен ұлықтың арасын жарастырып жүр. Жеңгеңдей. Дуанды көрдің үйіңдей. Дуан деген сол орыстардың әкімшілігі, былайша айтқанда, қазақ жеріндегі. Сол сенің үйің секілді. Абақты тұр қасыңда, қазылған қара көріңдей дейді. Осы жердегі нәрсені жазамыз. Абақты ең алғаш кете бастаған кезі қазақ жеріне қазылған қара көр секілді дейді соны. Біздің Шортанбай Қанайұлы. Жалпы Шортанбай Қанайұлының Зар-заман толғауының идеясы патша өкіметінің қазақ жеріне дендеп еніп, салықтың қазақ халқының мойнына қатты түсіп, ұлт тағдыры өте нашар халге жеткен кездегі заманды сипаттайтын толғау. Идеясы сол. Қазір мен құпия сөз айтамын, бірақ құпия сөзді сонда бізде 16 ғана оқушы білгелі тұр. Былайша айтқанда 16 ғана оқушы. Текст бізге Шортанбай Қанайұлының толғауы түсінікті болды ма? Жақсы. Қыздар, мен бүгін құпия сөзді бір қанатты сөз еткім келді. Әрине бұл жерде белсенді болып отырған қыздар көп. Барлығың белсендісіңдер, чатқа жазып жатырсыңдар, барлығың. Енді мен бүгін бір қанатты сөз слайдқа қоспадым. Жақсы, қазір мен чатқа жазам. Жарай ма? Чатқа бәріміз, құпия сөз деп едім, оқушылар көбейіп отыр ғой чатқа. Сабаққа кіріп кетті ғой, құпия сөз деп едім. Қарлығаш, сен негізі қойғым келді бүгін. Бірақ мен бір сөзді сендерге айтқым келген болатын. Ол құпия сөз деп едім, жаймен оқушылар көбейіп жатыр ғой сабақта. Айтамын деп едім. Олай болмайды ғой. Сабақ өзіміз үшін емес пе? Текст, мына жерге сөзді жаздым. Соғыста оңай, дайындық қиын болғанда. Жалпы қанат сөз осылай. Орыстың мақалы, бірақ қазақша. Соғыста оңай, дайындық қиын болғанда. Адасып кетпе шатасып шатақ жолдарға, деп айтылады. Жалпы мағынасы, қазір сендердің дайындықтарың қаншалықты қиын болса, ертеңгі ұбт-ны тапсыруларың соншалықты оңай. Ол заңдылық. Оқушылар кәдімгідей кіріп жатыр ғой. Жаңа 17-16 оқушы қалып еді, 25 болды қалды. 25 болды қалды. Тәкс, чатты оқып алдық па? Құпия сөзді. Мен чатқа жаздым. Соғыста оңай, дайындық қиын болғанда. Мен чатқа жазып қойдым ғой құпия сөзді. Қарап көріңдерші, чаттар Нукан Оралбек деп аккаунтпен жазылды, сол аккаунтпен. Оқушылар, бұл бір мықты оқушылар болса таратып жіберетін. Құпия сөз қандай дейді. Құпия сөз қандай? Бәрі оқушылар кіре қап, 29 оқушы болды ал. Жаңа 16 оқушы еді. Қайдағы құпия сөз деп кіріп жатыр ғой оқушылар сабаққа. Олай болмайды.
Бұл дұрыс емес. Жарайды, мен құпия сөзді айттым. Чатқа жаздым. Құпия сөз түсінікті болды ма? Чатқа жаздым ғой. Соғыста оңай, дайындық қиын болғанда. Қайтадан бір жазайын. Жақсы оқушылар, мен айттым чатқа. Оқушылар, естіген оқушылар жазды. Чатқа жазды. Келесі тақырыбымызды ашуымыз керек. Мұрат Мөңкеұлы. Бұл алдыңғы екеуінен де ұзақ. Жылдамырақ ашайық. Мұрат Мөңкеұлы бізде 8-ші сынып мектеп баспасы 45-ші бетте берілген. 8-ші сынып мектеп баспасы 45-ші бетті ашайық. Мына жерде Қалмағанбет Ансара есімді қыз жазды. Мен жаздым чатқа. Мен Арса онлайн аккаунтымен емес, Нукан Оралбек деген аккаунтпен жаздым. Құпия сөзді тапсырасыңдар тестте. Шірей ұзақ, иә, бірақ ол сендерге қажет сөз. Жақсы, ойымызға алып көрейік, ол сөзді ойланып көрейік. Жақсы оқушылар, келесі тақырыпты ашайық. Мұрат Мөңкеұлы, 8-ші сынып мектеп баспасы 45-ші бет. Жарайды. Қалмағанбет Ансара деген оқушы жазды. Қарап көріңдерші. Қалмағанбет Ансара деген оқушы жазды. Соғыста оңай, дайындық қиын болғанда. Оқушылар, даусым дұрыс естілді ме енді? Жаңа қатып жатыр дедіңдер. Қазір даусым дұрыс естіліп тұр ма? Жақсы, дұрыс естіліп тұрған болса, 8-ші сынып мектеп баспасы 45-ші бетті ашып алайық. Барлығымыз жылдам. Сол жерде Мұрат Мөңкеұлы, Үшқиян және Сарыарқа толғаулары берілген. Жақсы, ашқан болсақ, кеттік. Мұрат Мөңкеұлының өмірбаяны жекелік жұмысқа беріледі. Үйде міндетті түрде қарап шығамыз өмірбаянды. Ол жерден бізге 5% ғана сұрақ келу ықтималдығы бар. Бізге Үшқиян және Сарыарқа толғауларынан бізге ұбт-да сұрақ келеді. Енді Үшқиян толғауы 45-ші бетте тұр. Мұқият қарайық. Бұл толғау жаңа низам жүріп, ел штатқа көніп, елді ояз, болыс, ауылнайлар билей бастаған заман кезінде айтылған айтылуы 1873 жыл шамасында дейді. Яғни 1867-68 жылдары қазақ жерінде реформа болды ғой. Александр II жасаған. Сол Александр II жасағанның реформадан кейін 5 жылдан кейін болған екен. 1873 жылы айтылған Үшқиян толғауы. Қарайық. Заманнан заман оралған, дүние шіркін соналған, адыра қалғыр бұ қоныс қайырсыз екен озалдан дейді. Енді осы жерде озалдан деген сөздің мағынасы бұрынғыдан, бұрыннан, ертеден деген мағынаны береді. Енді адыра қалғыр бұ қоныс қайырсыз екен дейді. Қараңдаршы, осы үш қиян бізде қайырсыз. Жазып алайық. Үш қиян қандай?
Үшқиян деген жердің атаулары. Үшқиян, Еділ, Жайық, Маңғыстау. Сонымен Еділ, Жайық, Маңғыстау қайырсыз дейді. Қайырсыз неге десеңіз, асан қайғы қазтуған, орақ мамай телағыз қалған екен солардан. Бізде бір сондай болармыз, артық па едік олардан деп келеді. Осы жердегі дүниеге өте қатты мән береміз. Қайырсыз неге десеңіз, кім? Асан қайғы, қазтуған, орақ, мамай, телағыз деген 5 адамның аты айтылады, тарихи тұлға. Солардың барлығы осы жерлерден көшіп кеткен. Барлығы көшіп кеткен. Жақсы, осы нәрсені жазамыз. Жақсы естіліп тұр дейді оқушылар. Дұрыс естіліп тұр ма? Қайта айтып жіберіңдерші. ютубпен өткеннің ыңғайсыздығы осы енді. Жарайды, жақсы естіліп тұрған болса, ары қарай жалғастырамыз. Мұқият тыңдайық. Енді ары қарай тыңдайық. Еділдің бойы қанды қиян, Жайықтың бойы майлы қиян, Маңғыстау бойы шаңды қиян, адыра қалғыр үш қиян. Үш қиянның ара бойынан 7 жұрт кетіп жол салған. 7 жұрттың кеткен жер қайырсыз болған неткен жер деп келеді. Енді осы жерде Еділдің бойы қанды қиян, Маңғыстау бойы майлы қиян, шаңды қиян, Жайықтың бойы майлы қиян деп сипатталады. Неге? Себебі Еділдің бойы қазақ пен қалмақтың, башқұрттың, ноғайдың шекараласқан жері. Бұл бізде шекара. Сол себепті қазақ пен қалмақтың, башқұрттың, ноғайдың соғысы көп болған жер. Сол себепті Еділдің бойы Қандықиян деп сипатталады. Ал Жайықтың бойы оған қарағанда бейбіт және табиғаты тұмса табиғатты, көркем әрі балығы, малы көп болған жер болғандықтан ол жер майлы, яғни бай жер деп сипатталады. Маңғыстау бойы табиғи тұрғысынан қарағанда шаңды. Иә, Маңғыстау бойы шөлейтті жер. Сол себепті шаңды қиян деп айтылған. Енді үш қиянның ара бойынан 7 жұрт кетіп жол салған дейді. Осы 7 жұртты жазып аламыз. Үш қияннан көшкен қанша жұрт бар екен? 7 жұрт бар екен. 7 халық сол жерден көшіп кеткен. Енді адыра қалғыр көкжайық көпір салып өткен жер, асан қайғы қазтуған, орақ мамай телағыз шораның шұбап кеткен жер дейді. Осы жерде шора деген адамды да қосып аламыз. Асан қайғы қазтуған, орақ мамай телағыз шора барлығы осы үш қияннан көшіп кеткен адамдар өзінің халқымен бірге. Жақсы, ары қарай жалғастырамыз. Еділді тартып алғаны, етекке қолды салғаны, Жайықты тартып алғаны, жағаға қолды салғаны, ойылды тартып алғаны, ойдағысы болғаны, Маңғыстаудың үштібек оны дағы алғаны дейді. Осы жердегі Еділді тартып алды, Жайықты тартып алды, ойылды тартып алды, Маңғыстаудағы үштібек оны да тартып алды деген жазамыз. Орыс халқы, патша үкіметі сол кезде тартып алған жерлер мынаның барлығы. Енді үргеніш пен бұқарға арбасын сүйреп барғаны, қоныстың бар ма қалғаны дейді. Осы жерде үргеніш пен бұқарға арбасын сүйреп барған дегеніміз ең үлкен тарихи оқиғалар. Арбасын сүйреп барған дегеніміз метонимия, яғни алмастыру көркемдеуіш құралы. Себебі арба сөзі бұл жерде зеңбірек сөзін алмастырып тұр. Түсінікті ғой, олар кәдімгі арба сүйреп барған жоқ. Неге? Себебі бұхар қағанатын, хандығын олар 1866 жылы, ал мынау үргеніш астанасы болған Хиуа хандығын 1872 жылы не істеді? Басып алды. Сол хандықтарды басып алған кезде мынау арба емес зеңбірек сүйреп барып оларды күшпен бағындырады. Сол оқиғаларды, тарихи оқиғаларды айтып отыр Мұрат Мөңкеұлы. Түсінікті ғой? Бүкіл қазақ даласын 1865 жылы олар бағындырды. 66 жылы Бұхар хандығын өздеріне қосты және Хиуа хандығын не істеді? 72 жылы қосты. Бұл бізде тарихи оқиғалар. Бірінші тарихи оқиға. Ресей империясының бүкіл Орта Азияны бағындырған кезі мынау. Ары қарай мал менен басты есептеп баланың санын алғаны, аңғарсаңыз жігіттер замананы тағы да бір қырсықтың шалғаны деп келеді. Осы жердегі маңызды нәрсе ол ең алғаш рет қазақ даласында санақ жүргізу. Яғни ең алғаш рет қазақ даласында олар осы 68-67 реформаларда санақ жүргізген. 1867-68 жылдары сол кезде санақ жүргізген кезде нені есептеген? Барлық адамдардың санын есептеген және малдың санын есептеген. Қазақ жерін толық басып алғаннан кейін. Бұл да бізде алғаш санақ жүргізу тарихи оқиға. Енді ары қарай тыңдаймыз. Бәйт еттім бұл сөзді қайғы шегіп заманнан, заман азып не қылсын аю орнынан туады, күн орнынан шығады, бұның бәрі адамнан дейді. Осы жерде Мұрат Мөңкеұлының ең ерекшелігі бар.
ең ерекше нәрсесі ол бағана біздің Шортанбай Қанайұлы барлығын заманнан көрген болса, Мұрат Мөңкеұлы заман барлық орында, ай орнынан туады, күн орнынан шығады, барлығы адамнан дейді. Яғни заман өзгерген жоқ, адам өзгерді деген ойды кім айтты екен? Кім айтқан екен? Мұрат Мөңкеұлы айтқан екен. Осы нәрсені жазып алайық. Ары қарай адамның азған белгісі деп енді адамның азған белгісін айтады. Екі кісі дауласса тату бол деп айтпайды. Екі айырып арасынан пара алған мұсылманның баласы қашуды қойды арамнан. Шапағат қайыр қалмады жақын жуық жараннан. Атқа мінген жігітте қалмады нәрсе қарардан. Қайыр кетіп азаннан, қуат кетіп азаннан деп сол кездегі қазақ халқының адамдарының азғанын осылай сипаттайды. Бұл сипатты не істейміз? Үзіндімен келтіріп отырып жазамыз міндетті түрде. Ары қарай азамат ердің баласы айдарына мал жоқ топ көрерге зар болды. Қара кісі хан болды. Қосбақтан туған қортықша қатарға шығып нар болды дейді. Бұл бізде тағы да тарихи оқиға. Біз тарихи оқиғалардың ішінде қайсыларын айттық? Мынау Үргеніш пен Бұқарды қазақ хандығын барлығын өзіне түгел қосып алған оқиғасын айттық. Екіншісі, ол ең алғашқы рет санап жасағанын айттық. Ал енді мынау үшіншісі, қара кісі хан болды деген нәрсе. Дәл осы реформалардың кезінде қазақ жерінде Шыңғыс ханның ұрпағы болмаған адамдарға, яғни қара кісі, қазақтың түсінігіндегі қара кісілерге не болуға, аға сұлтан болуға рұқсат етілді. Оның ең үлкен бізге жаңағы үлгісі немесе оқиғасы ол Құнанбайдың аға сұлтан болуы. Яғни қарадан шыққан тобықты руынан шыққан Құнанбайдың аға сұлтан болуы. Жалпы оған дейін ешқандай төре тұқымынан шықпаған адам сұлтан бола алмайтын еді. Түсінікті ме? Қазақтың сұлтандарының барлығы, төрелерінің барлығы, басшыларының барлығы кімнен шыққан? Осы төре тұқымынан шыққан. Асан қайғы, қас туған, орақ мамай телағыз шора. Дұрыс, меруерт дұрыс жазды. Оқушылар, кітапты ашып қарап отырамыз. Бұл бізде үлкен туындылар. Бұларды біз слайдқа сыйдыра алмаймыз. Алдында келістік, кітаптан қарап отырамыз деп, екінші телефон алып кіреміз, немесе ноутбукпен кіреміз. Бір көзіміз жаңағы бір қолымызда телефон болса, екіншісінде кітап болуы керек. Оқушылар, чатқа жаза қойыңдаршы. Мен басшылықпен сөйлесейін. Мүмкін болса біз митте өте берсек дұрыс болады. Мен зумда өтіп жүрдім, зумда бәрібір қатады ол. Хотя оған қарағанда YouTube дұрысырақ. Бірақ YouTubeқа келсек міне осындай жағдай. Иә, YouTubeқа келсек осындай жағдай. Мит мүлде бөлек нәрсе. Бірақ ол жерде запись жасай алмаймыз, сол жағынан үлкен минус. Маған митте өткен ыңғайлы сендермен. Тіпті кітапты ашып қойып өткен ыңғайлы. Бірақ бізге осылай запись жасалу керек. Платформаға салыну керек. Сол себепті осындай мәселелер болады енді. Жаңа мен зумда өтуге қарасам, ол жақта тағы сабақ өтіліп жатыр. Басқа адамда, аккаунтта. Мен сөйлесіп көрейін, тағы да айтып көрейін. Митте өте берейік, видео сабақты отдельно түсірейін деп. Сендер де өтініш жасап көріңдер кураторларға, одан басқа мұғалімдерге, жарай ма? Митте өтсек жақсы болар еді. Запись экраны бізде ноутбукпен ол 2 гигабайттан асып кетеді, оны YouTubeқа сала алмай қаласың. YouTubeқа салынбай қалады ол запись экранымен. Ноутбукта біз жасағанбыз. Сендер де өтініш қылып көріңдер, мен де өтініш қылып көрейін. Мит менің өзіме де ыңғайлы. Сендермен көріп отырып сабақ өткен. Және барлығын түсіндіріп отырып. Мына жерде кішкене ыңғайсыздау шынын айтқанда. Жақсы оқушылар, біз осымен сабақты аяқтаймыз. Сабақтың жаңа біздің бір оқушымыз айтқандай берекесі кетті. Ол үшін кешірім сұраймын бүгінгі сабақ үшін.
сондай болған үшін қатты бәлкім мынау бір телефонды алып бір телефонды ала алмай кіріп шығып отырып та қараған өте ыңғайсыз, оны түсінемін. Ештеңе етпейді. Жалпы тапсырмалар тақырып бойынша толық конспектілеу және тақырып бойынша конспект жазу. Ол конспект жазу деп 2 рет жазып қойыппын ғой, екіншісі тест тапсыру. Тест жіберіліп қойды сендерге, сол тестті тапсырамыз. Сабақ осы 17:30-ға дейін ғой. Бір сабақ өтті, 1 сағат. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Келесі сабақта жалғастырамыз бұл тақырыпта. Жарай ма? Сарыарқа толғауын келесі сабақта жалғастырамыз. Аман болыңдар. Бұйырса жолыққанша. Осы мәселені шешіп алайық. Митта өтетін, Зумда өтетін, Ютубта өтетін мәселені шешіп алайық, Сабақ түсінікті болды ағай дейді. Рахмет Ақерке. Көңілін көтеріп қойдың. Түсінікті болған болса қуаныштымын. Келесі сабақта жолыққанша.